сәлем баршаңызға. Капец шулап жатсыздар ғой. Менде көңіл-күй барлығы жақсы, керемет. Мен өз өмірімді уже 1 жыл бұрын бастап қойған адам, сондықтан барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Қазір мен өзімнің сұлу қыздарыма, оқырмандарыма арнап рубрика жасағым келіп тұр, керемет советтер айтқым келіп тұр. Қыздар, мен мынадан бастағым келіп тұр. Если сізді что-то не устраивает, бір адаммен келісімге келе алмасаңыз, сразу ішіңіздегі не қалап тұрсыз, нені қалайсыз, қандай негатив болып тұр, соны сразу моментында шығарып алған дұрыс. Если сіз оны шығармай ішіңізде сақтай берсеңіз, жинай берсеңіз, вот мен сияқты осындай немесе ішіңізге ауру болып шығады, немесе бетіңізге осындай жара, акне болып шығады. Бетінде майда бөртпелер, қарадақ немесе шрам, акнеден қалған. Осы акне болса, мен сіздерге қазір, как она есть, ешқандай монтажсыз, манипуляциясыз, рекламасыз, өзімнің опыт 3-4 қосылып, күнде солай көбейіп кетті, бетім кәдімгі жара болып кетті. Одан кейін бетінде проблема бар, бетінде дақ, пос акне және қатты безеулеріңіз болса,